Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, бір жасағаннан шығатын жұп-жұқа кереметте құймақтар пісіреміз. Және де осы құймақпен бірге ерекше шайлардың бірі тары қосылған сүтті шай дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға салқын сүтті құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Одан кейін қайнап тұрған ыстық су құямыз. Және 2 жұмыртқамызды саламыз. 2 ас қасық толы сұйық майымызды құямыз. Шым-шым тұз қосамыз. Және 50 грамда, яғни 4 ас қасық қантымызды саламыз. Қасықтың ұшымен кішкене ас содасын қосып, барлығын жақсылап ерігенше араластырып шығамыз. Араластырып алғаннан кейін келесі кезекте ұнымызды електен өткізіп салып, венчиктің көмегімен жақсылап, ешқандай түйіршік немесе іртік қалмайтындай етіп, жақсылап араластырып шығамыз. Төмендегі подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыз. Біздің құймағымыздың қамыры осымен дайын болады. Көріп тұрғандарыңыздай кішкене сұйықтау болып шығу керек. Ал енді пісіретін табамызды қыздырып, құймақты құймастан бұрын кішкене сұйық маймен ішін майлап аламыз. Одан кейін бір ожаудан жаңағы дайындаған қамырымыздан құйып, құймақты пісіруді бастаймыз. Оттың асты тым қатты болып шығып тұрмау керек. Құймағымыздың беті осылай тесік-тесік болып, кішкене кебе бастаған кезде келесі бетіне қарай аударамыз. Келесі бетінде дәл осылай қызартып пісіріп аламыз. Егер сіздер құймақты бірінші рет жасайын деп тұрған болсаңыздар, келесі бетін қолмен емес, лопатканың, яғни силиконды күрекшенің көмегімен аударғандарыңыз дұрыс болады. Әйтпесе қолдарыңыз күйіп қалуы мүмкін. Осылайша біз барлық құймақтарымызды құйып пісіріп аламыз. Менде жалпы 15 штук блины шықты осы рецептпен. Соңына қарай құймақтың қамыры кішкене қоюлана бастаса, аздап қана сүт немесе су құйып жіберсеңіздер болады. Осымен біздің барлық құймақтарымыз дайын. Өте дәмді, жұп-жұмсақ, ажурный болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ортасына өздеріңіздің қалаған кез келген начинканы салып жіберсеңіздер болады. Енді осы құймақпен бірге тары қосылған сүт шай әзірлейтін боламыз. Негізінен бұл шайды Қазақстанның батыс өңірлерінде көптеп әзірлейді. Шайды дайындау үшін бізге қара шай, тәттілігіне қарай науат және де қуырылған тары мен қайнап тұрған ыстық сүт қажет болады. Тарыны алдын ала жуып тазалап, осылай кішкене қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін шайнекке 1,5 шай қасықтай қара шай саламыз және тарыдан 3 шай қасық саламыз. Негізі тарыны кішкене 5 минуттай қайнатып, сол суымен бірге қоссаңыздар болады, бірақ маған осылай қосқан ұнайды. Енді тәттілігіне қарай науат саламыз. Науатты енді салу-салма өздеріңіздің еркілеріңізде. Үстінен қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Қатты шайнекті толтырып құймаңыздар, өйткені қазір үстінен сүтті құятын боламыз. Мінекей осылайша шайнектің жартысына дейін суды құйып алдық. Соңында шамамен 1 кеседей сүтті құямыз. 6% немесе одан да жоғары пайыздық сүт қолдансаңыздар болады. Сүттің пайызы әрине жоғары болған сайын шайларыңызда дәмді бола түседі. Науаты ерігенше кішкене күтіп, құйып іше берсеңіздер болады. Өте дәмді, ерекше шайлардың бірі, өзіміздің отбасымызға қатты ұнайды. Сіздер бұрын-соңды дайындап көрмесеңіздер, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Видео ұнаса лайк басып, қолдап кетіңіздер. Подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліңіз.